Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ши бауырсақ жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ұнымызға шай қасықты толтырмай сода саламыз. 1 ас қасық құмшекер, бөлме температурасында ерітілген сары май, 1 жарым шай қасық тұз саламыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырып, үстіне кішкенеден су құйып, жақсылап қамыр иілеп шығарамыз. Енді қамырымызды пленкамен орап, кішкене қойып қоямыз. Енді қамырымызды жайып дайындағанша майымызды қыздыра береміз. Мен майыма 1 ас қасықтай тоң май салып жібердім, ол бірақ маңызды емес. Тоң май салсаңыздар, ауызға салғанда еріп, күшті болып пісетін болады. Енді майымызға бір салып пісіріп ала береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.